Оқиға айтып берейін. Мама Қазақстанға келер кезде билет болмай қалды. Одан алды. Виза шықпай қалды. Бірінші қайқа барды? Мумбайға барды. Индияның Мумбайдан осы 5 сағат Алматыға ұшып келді ғой. Эфир 2:30-да, мама 12-де келді. В общем, Индиядан прямой келді. Ужас. Рахмет ал. Той қалай болды, жақсы болды ма? Күшті. Құдаларыңды көрдің бе, құдағайларыңды? Бір мауқын бас танысып, мойнына жүк асылғандай болды. Құдағайдан ұят болды, таныспадық деп жүредім. Сол өзім сияқты құдағайлар қарапайым. Ну, конечно. Сөзім жарасып. Сол, мама майысып қалады. Қуаныштан. Әлі ем алады. Бұйырса 2-3 күннен кейін Индияға қайтып шығады. Уже мама местная. Иісінің өзі индийский болып тұр ғой қазір. Индияны ішіп отыр дейді бәрі. Матылықтар қалай болып отыр қыс деген, аяз болып тұр ғой, аяз айта алмайм. Қысты неге екен жек көретін болса, суық деген зат жек көремін да, достар. Білмеймін, еще қуан күнім қыста қойшы. Қыс су болғанда суықты әше жек көремін, достар. Білмеймін неге жек көретін нәрсе болсын. Қыс кемесінші дейсің да. Бірақ жазда қыста армандайсың да. В общем, сол жұмыстан шығып үйге қайтып барады. Достар, жұмыстан кейін ғой, кішкентай баламды көрмегенде 4 күн болды ма, 3 күн болды ма? Қонаққа кеткен, қазір көреміз. Қалай сағынған. О, асыны. Асыны. Яз қалайсың? Қайқа келдік? Жан, қатын демеші, обратно. Мен жаным ғой, жаным. Бір түрлі кем қатын дегенің. Жөтінім ғой, жөтінім. Шыдаса біз тамақтарына қайтайық. Екеуміз свидание ғой, свидание. Конечно, тамақтанан ма? Жаным. Папам мамам келіп, әбет беріп алдырық. Әбет беріп, шығарып салып алдырық, кстати. Давайте. Всем салем. Қалайсыңдар? Жұмадан бері түсірмеппін ғой история. Тамақ ішіп жатқан кезде. Ұмытып кеттім, вообще есімнен шығып кеткен ғой. Кетіп батқанда есіме түсіп кетті. Телефон ұстаған кезде. Сөйтіп түсірдім. Хабар алып, тамақ ішіп, жұмысқа кетті. Қалдарыңыз қалай? Біз Алматының, как обычно, пробкасында тұрмыз. Келіншегім мықты. Сәлем де. Сол. Өзіміз қыдырып жүрген жайымыз бар. Дойчамыз бар мына жақта. Күндеріңіз сәтті өтсін. Ал баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар, қалайсыздар? Қалаға жұмыстарымызбен шығайын деп отырық. Аягөз қазір іште. Енді алдынан бері айтып жүрмін, Аягөздің туған күні келе жатыр, не берем деп. Енді айфоны бар, Dyson бар, қыздарға керектің бәрі бар ғой. И бір зат алдым, короче. Енді қазір айтпай қойын, стористен көп қалар. Сол үшін келесі стористі қараңыздар. Қазір сол сыйлығын табыстайын деп жатырмын. Реакциясын бірге көрейік, в общем айтқанда. Сол күндеріңізге сәттілік, аман болыңыздар. Всех люблю. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң барлықтарыңызға. Қазір Талғар қаласына бара жатырмын. Талғар қаласындағы қалаға жатады ғой да. Сояқтан сотқа бара жатырмын. Қолым босамай кетті. Әдеттің тойы болды көчектің. Соған байланысты бара алмай қалдым. Енді қазір барып білетін болам, ары қарай қалай, не болып жатыр, неге маған ондай смс келді, жаман хабар деген сияқты. Сол салып отыратын болам жалғасын. Так, қазір келдім. Бір секунд. Талғар аудандық сотына келдім. Бұл жерде обед болып жатыр екен.
сондықтан кішкене күтеміз. Короче, шықтым. Сол жерде Нұртас деген кісінің нөмірін алдым, соттан Талғар аудандық сотында қызметкер екен, канцелярияның. В общем, бұл кісілер базада жоқ деп отыр, ешқандай. Шықты, атын мен де көрді, иін мен де көрді, ешқандай. Білмеймін. Енді не істерін білмей жатырмын ғой. Не істеу керек бұндай жағдайда жалпы? Кім біледі? Көмектесе салсаңыздар, көмектесіп жіберсеңіздер дұрыс болар еді. Қараңыздар, қандай керемет, прям таудың етегінде келе жатырмын ғой. Мына жерде үйлердің, не болып кетті. Мына жерде үйлердің биттары енді керемет шығар. Жана мына төмен жағы ғой қайта. Мына жақтағы таудың прям етегінде тұратын үйлер енді қымбат сияқты, что-то бағалары. Жол тайғақ, мұз тайғанап жоғары төмен әрең келе жатырмын. Қатты айдай алмай дегенсің, продам участок дейді.